Бүгінгі сабақтың тақырыбымыз ароматтық қосылыстар қатары бензол молекуласының құрылысы, бензол және оның гомологтарының химиялық қасиеттері. Тақырыпты жазып алыңдар. Бүгінгі күннен тақырыпты жазыңдар. Тақырыпты жазып болсаңдар, келесі слайдқа өтеміз. Ориентир полиисті көмірсутектер. Ориентирдің алғашқы табылған мүшелерінің өздеріне тән жақын білістері болғандықтан, оларды ароматты көмірсутектер деп атаған. Яғни, ориентирдің алғашқы өкілдері жақынды жақсы иісті болған, бірақ кейін табылған мүшелері оншама жағымды иісі болмаған, өткір иісі болған, бірақ аты ароматты көмірсутектер деп қалды. Ориентир молекулаларының құрамында бензол сақинасы бар. Жалпы формуласы Cl H2N-6. Ориентирдің ең қарапайым мүшесі ол бензол. Мына бензолдың құрылымдық моделі C6H6. Яғни әр көміртекпен сутек атомдар байланысып тұр. Бұл молекулалық модельдері. Ол түйік циклды болып саналады. Бұл қосылыс. Келесі слайд. Майкл Фарадей арқылы бензолды ашты және кейбір физикалық және химиялық қасиеттерін анықтады. Химиялық қасиеттер дегеніміз не? Физикалық қасиеттер ол жаңа мысалы бензолдың оның қалай қызуы, мысалы бір элемент алғандықтан оның қызуы сыртқы күйі болып саналады. Қайнау температурасы, балқу температурасын не анықтады? Сыртқы иісі, күйі және өзгерісі. Иісі бар ма, дұрыс. Түсі бар ма, агрегатты күйі қандай? Ал химиялық қасиет дегеніміз не? Химиялық керісінше басқа элементтермен қалай әрекеттеседі, оның өзгерісі қалай анықталады. Мысалы, оның ішкі күйі болып саналады. Мысалы, басқа элементтермен әрекеттесуі, оның ішкі элементтері бүкіл әрекеттесуі микроскопиялық уровенде болып саналады. Яғни, осы қосылыстың басқа заттармен әрекеттесу қабілеті. Қандай заттармен реакцияға түседі, қандай заттармен реакцияға түсе алмайды. Бензолдың құрылымдық формуласын 1865 жылы алғаш болып неміс ғалымы Фридрих Август Кекуле ұсынған. Кекуледің ұсынған құрылымдық формуласы осындай болған. Яғни, бұрыштарында көміртек орналасқан, көміртектің арасында қос және дара байланыс, және көміртекпен сутек атомдары байланысып тұр. Бензол молекуласының сутек метил радикалы. Бұл метил радикалы, оның бір бос байланысы бар, және бензол сақинасы. Көміртек атомдары сутек атомдарымен байланысып тұр, және бір сутектің орнын радикал басып тұр. Яғни кез келген радикал болуы мүмкін. Әрдің орнына. Әрде біз радикалдарды белгілейміз. Көшіріп алыңдар. Яғни алқандарда, алкендерде сияқты бензолда да радикалдар болады. Фенил радикалы және бензил радикалы. Мынау қосылыс метил бензол деп аталады. Егер тағы да бір метил радикалын қосса, қалай болса аталады? Екі метил радикалы болса. Өткен сабақтарда сізге айттым. Екі радикал болса, бірдей қалай аталады, қалай көрсетеміз. Үш радикал болса, оны қалай белгілейміз? Дұрыс. Диметил бензол болады. Ал бір радикал метил болып, екінші радикал этил радикал болса, ол мысалы біріншісі бір радикал метил, бір радикал этил болса, ол қай байланысты? Ацетиленнің формуласы C2H2. Ацетиленнен бензол алу үшін оған белсендірілген көмір катализатор ретінде
қолданады және 500 градус температурада қыздырады. Ацетиленді қыздырғанда және белсенді көмір қосқанда бензол түзіледі. Ацетилен мен бензол алыну әдісі. Көбінесе бензол мұнайда және көмір шайырларында кездеседі. Мысалы, көмірді кокстегенде, кокстег дегеніміз көмірді 300 градуста қыздыру. Көмірден бензол шайырлары түзіледі. Мұнайдың құрамында бензол көп кездеседі. Содан бензинге не шықты ма? Мысалы, бензолдан. Я соған қатысты. Көші болдырма, келесі. Физикалық қасиеттері. Бензол суда ерімейтін, бірақ көптеген органикалық қосылыстарды жақсы еритін, өзіне тән иісі бар, тұтанғыш сұйық улы зат. Қысқаша көші болыңдар. Бензол суда ерімейді, ол кішкене май тәріздес болады. Көші болдырма. Келесі, бензолдың қолданылуы. Бензол пластмасса жасауда қолданылады, каучук жасағанда қолданылады, дәрі-дәрмектер, еріткіштер, бояулар, талшықтар. Каучук білесіңдер, екіге бөлінеді. Жасанды және табиғи. Табиғи қайдан алынады? Ол ағаштан алынады, сол каучукты шығарады. Қандай ағаш қалай алады? Бебе ағашы дұрыс. Бебе ағашынан алынады, ал жасанды бізде бензолдан алынады екен. Жасанды каучукке күкірт қосқанда не түзіледі бізде, қандай зат? Күкірт бензол. Резина. Резина. Сонымен қатар пластмасса, мысалы айтамыз, мұнайдан алынады көп заттар, яғни мұнайдың ішіндегі бензолдан алынады. Пластмассалар, көптеген дәрі-дәрмектер алынады. Еріткіштер себебі бензол бізде күшті еріткіш. Еріткіш болған соң оны бояуларға да қолданады және синтетикалық талшықтарды өңдегенде бензолды қолданады. Нақты өз бензолдан істемейді, бензолға тағы да заттарды қосып реакция жүргізіп синтетикалық талшықтарды алады.